Сәлем достар, біз енді 8 сабақтың диалогының жалғасы, екінші жалғасы. Бірінші жалғасында біз 你买什么我买水果苹果一斤多少钱3块3块太贵了2块5吧你要几斤我买5斤деп аяқтағанбыз. Мен 5 килограмм сатып алам жемістен деп. Енді ары қарай жалғасы. 还要别的吗还要别的吗还要дегеніміз немен еді? Хай дегеніміз еще немесе тағы да деген сөз. Тағы да керек. Беді дегеніміз не? Басқа ма дейді. Тағы керек басқа ма дейді. Тағы басқа не керек деген сөз бізбен айтқан кезде. 橘子怎么卖?橘子. Міне жердегі май мен алдындағы екі май. Айырмашылығы. Мен алдында айтып кеткенмін. Май. Мынау немен еді? Сатып аламын. О, май. Мынау қайтеді? Сатып беремін. Бұлайша айтқан кезде сіз мынаны қаншаға сатасыз деген сөз. Сіз маған қаншаға бересіз. Сіздің сататыныңыз. Мынау қайтеді? Мен сатып аламын. Екеуінің тон белгісі қазір. Май мен екі майдың тон белгісінің айырмашылығы. Мынау 4-ші тонмен, мынау 3-ші тонмен. Басында екеуінің разницасы мына жерде айырмашылығы басында ш деген, 10 деген, хыңшу артық ш деген цифр бар. Ал мына май 3-ші тонмен, ол қайтеді? Сатып алам. Сізде мен аламын. Ал мынау қайтеді? Мен сізге сатып беремін. Ал міне жерде кісі, сіз маған қаншаға сатып бересіз деп тұр міне жерде. Сатып алу и сатып беру. Қазір өшіріп сайын, кішкене кедергі болмасын. 橘子怎么卖? 橘子дегеніміз немен еді? Мандаринді қалай сатасыз? Сонда ол кісі сатады, маған сатып береді. Түсіндік па? Міне жерде ана кісінің қалай сататынын сұрап тұр. Сатып беру ғой мынау, Ал бағанағы май сатып алу, мынау сатып беру. Екеуінің басындағы тек 10 деген цифр ғана, Мандаринді қалай сатасыз дейді. 2块 2块 2 块дан дейді,要2斤一共多少钱? 要2斤一共多少钱? Қанша керек дейді? Керек 2 чин. Немесе керек 2 килограмм. 2 дегеніміз не еді? Барлығы общий, барлығы жиыны. 多少钱? Қанша ақша. Барлығы былайша айтқан кезде маған 2 килограмм керек, барлығы қанша болды? Ол өйткені алдында алма алды, мандарин алды, осының барлығы қанша болып тұр дейді. 一共16块5毛你给16块吧дейді. 一共16块5毛. Мына жерде мауды жақша қалдырып, мауды айтсақ та болады, айтпасақ та болады деген сөз. 2块5 жалғасты мау. 你给16块吧дейді. 你给16块吧. Жиыны барлығы 16 块 50 тиын. Жиыны барлығы 16 块, міне барлығы 16 块 50 тиын. Сен бер 16 块ба дейді. Міне жердегі 50 тиынын қысқартып тұр. 你给16块吧. Сен 16 块бер. 给你钱. 给你钱. Берем саған ақша. Сенің ақшаңды берейін. Сатып алам.
给你钱，这是50，找您34块。这是50，找您34块. Мен жерде нин деп тұр, иә? Біз бұны 5-ші сабақта өтіп кеткенбіз. Сен және сіз анайы и сыпайы түрі. Сен деген анайы түрі, сіз деген сыпайы түрі. Иә? Мен жерде нин 5-ші сабақта өтіп кеткенбіз. 这是50，找您34块. Бұл 50 yuan. Ана кісі қайтыпты, ана кісіге 50 kuay беріпті, иә? 找您қайтарам сізге 34 kuay, 34 kuay дейді. Өйткені ол кісінің алып тұрғаны 16 kuay, ол кісі 50 берсе қанша қайтарып береді? 34 kuay қайтарып береді. Иә? 还要别的吗？还要别的吗？橘子怎么卖？橘子怎么卖？2块，2块。要2斤，一共多少钱？要2斤，一共多少钱？一共16块5毛，你给16块吧。一共16块5毛，你给16块吧。给你钱，给你钱。这是50，找您34块。这是50，找您34块。还要别的吗？тағы не аласыз немесе тағы не керек? 橘子怎么卖？ мандарин қанша тұрады? қалай сатасыз немесе, иә? 2块2 块。要2斤，一共多少钱？ керек 2 斤немесе 2 斤алам. 一共多少钱? барлығы қанша болды? жиыны барлығы ақша, барлығының ақшасы қанша болды? 一共16块5毛，你给16块吧. барлық жиыны 16 kuay 50 тиын болды. Сен 16 kuay бер. 给你钱. Міне ақшаңыз, сіздің ақшаңызды берейін немесе, иә? 这是50，找您34块. Бұл 50, сізге қайтарамын қанша? 34 kuay. Бұл 8-ші сабақтың жалпы диалогы осымен аяқталды. Иә? Басындағы диалогында мысалы, 你买什么? Сен не сатып аласың? 我买水果，苹果1斤多少钱? Мен алма сатып аламын. Мен жеміс сатып аламын. Алманың 1 килограммы қанша ақша тұрады? 3 kuay, 3 kuay. 3 kuay, 太贵了. 2 kuay 5 ба? 3 kuay, 3 kuay өте қымбат екен. 2 kuay 50 тиын болса. 你要几斤? Саған қанша керек? Немесе сен қанша сатып аласың? Қанша килограмм сатып аласың? 我买5斤, мен 5 килограмм немесе 5 тиын сатып аламын. 还要别的吗? Тағы бірдеңе аласың ба? Немесе тағы не керек? 橘子怎么买? Мандаринді қалай сатасыз? 2 kuay, 2 kuay, иә? 要2斤, 一共多少钱? Аламын қанша? 2 жин. Барлығы қанша болды? Иә? Өйткені ол алма алды, мандарин алды. Иә? 一共16块5毛, неге 16 kuay ба? Барлық жиыны 16 kuay 50 тиын болды. Сен 16 kuay бере сал. Иә? 给你钱, мінеке ақшаңыз. Немесе ақшаңызды берейін. 这是50，找您34块. Бұл 50 kuay, мен сізге 34 kuay қайтарамын. Жау деген сөз. Сдача. Иә? Қайтару, сізге беру. Сонда 50-дің 34 юанын қайтарып берді деген сөз. Иә? Kuayдың орнына юанды істетуге де болады. Жалпы бірақ қолданыста, қарым-қатынаста, сауда қарым-қатынаста көбінде не істеді екенбіз? Kuayды істетеді екенбіз. Міне бұл 8-ші сабақтың сөздерінен кейінгі жалпы диалогтары. Түсініксіз болып жатса, WhatsApp-тан қосымша сұрай жатарсыздар. Жалпы Қытай тілін өтіп жатқаныма
ренжитін кісілерге айтарым, сіздер ренжімеңіздер. Тіл үйрену әркімнің өз еркіндігі. Мен мектеп программасына или міндетті түрде оқу керек деп айтып атқан жоқпын. Мен тек қана әркімнің өз еркі. Сіз өз ана тіліңізді үйренесіз, ана тілдің сыртында екінші тіл, үшінші тіл, төртінші тіл, қандай тіл үйрену, әркімнің қандай өз еркіндегі нәрсе, ешкімді ешкім қысамайды. Негізінен менікі 16 жастан жоғары балаларға негізінен әркімнің өз талғамы бойынша. Енді мысалы Қытай Халық Республикасын қатты жек көріп бара жатсаңыз, Қытайды қатты жек көріп бара жатсаңыз, ол сізге үлкен орай. Сіз үйреніңіз. Жауыңыздың тілін үйреніңіз. Ол кісі сізге не айтып жатыр? Сіз қарсы жақтың сөзін айтып атқан сөздерін түсіну үшін, сізге не деп жатқанын білу үшін не керек? Адамға тіл керек. Мысалы, сіз бір мемлекетпен міндетті түрде өштесу үшін, жау болу үшін, нету үшін емес, ол досташу үшін, мүмкін жақсы қарым-қатынаста, саудада, әрқалай ғой, оқуға, үйренуге, әркімнің өз қалауы. Сондықтан сіздерге біріншіден кешіріңіздер деп сұраймын. Екіншіден, сіздер ренжімеңіздер, бұл әр адамның өз талғамы. Үйренгіңіз келмесе, көргіңіз келмесе, ашпай ақ қойыңыз, ешкім сізге ренжімейді. Ол әркімнің өзінің талғамы. Егер де менің осы өтіп жатқан сабақтарым сіздерге ұнап жатса, жалғасты үйренеміз деп жатсаңыздар, астындағы қоңырауды басып, тіркеліп жазыла салыңыздар. Сіздерге көп рахмет, сіздерге сәттілік тілеймін. Менің өтіп жатқан сабақтарым сіздердің кішігірім болса да, кішкентай болса да, игіліктеріңізге жараса деп шын жүректен ойлаймын, тілеймін. Рахмет, сіздерге сәттілік тілеймін.